Баршаңызға ассалаумағалейкум. Есімім Аян Мырза. Білесіздер, біз умный дом туралы тақырыпты қозғаймыз, және мен сіздерді кезекті подкастымызда көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі біздің қонағымыз өте ерекше жан. Олай деп айту себебім, бізге көршілес мемлекеттен қонаққа келіп отыр, және сол жігіттің арқасында біздің Smart-Light компаниясы былай айтқанда халықаралық компания деп айтуға тұрарлық деңгейге жеттік. Енді таныс болыңыздар, біздің шәкіртіміз, бізден білім алған, умный дом саласын меңгерген, өзіміз сияқты жас деп айтсам болады, осы салада майталманы Мұрат деген жігіт бізге келіп отыр. Мұрат, ассалаумағалейкум. Саған да сені көргеніме қуаныштымыз. Енді осындай біздің подкастымыз енді біз жаңадан бастағанбыз. Бұл подкастқа біздегі мақсатымыз былай айтқанда халықты өзіміздің қарапайым осы салада жүрген, электрика болсын, жалпы құрылыс саласына қатысы бар осы еліміздің былай айтқанда қарапайым жандарына арналған подкаст. Бұл жерде сені көргенімізге қуаныштымыз. Біздің енді екінші қонағымызсың. Бірден осы Алматыға келгеніңді пайдаланып, осы жерде сені қонақ қылып шақырып, ойыңды білейік деген ойдамыз. Сондықтан келгеніңе рахметімді айтам. Енді бүгінгі бір сұрақтар болады, жаңағыдай өзіңе қатысты, өміріңе қатысты, жаңағыдай, может, біздің тақырыпқа қатысты деген сияқты, бірақ барынша еркін форматта, бізде подкаст ондай тек қана сұрақ жауап емес, еркін форматта сөйлесуге болады. Енді егер мүмкін сенің де маған сұрағың болып жатса, қоюыңа болады да, егер сондай. Сондықтан көрермендер, барлығыңыздан сіздерден қолдау күтеміз. Кез келген нәрсе қолдаумен, жігермен жақсы жүреді. Сондықтан сіздер қолдап, таныстарыңызға осы видеоларды жіберіп, бір ойларымыз айтылса, осы жерде ойларыңызбен келіссеңіздер, комментарий жазып, бір-бірлеріңізге сілтеме жіберіп дегендей, осы жерде қолдау білдірсеңіздер болады. Енді біз бүгін подкастымызды бұйыртса бастайық. Енді жалпы Мұрат, өзің туралы қысқаша айтып өтсең, жалпы қай жақтансың? Мен жаңа көршілес мемлекет деп айттым, бірақ қайсы екенін айтпадым, өзің айтсаң. Одан кейін жалпы қандай ортада дүниеге келдің, сол туралы бір айтып жіберсең. Ассалаумағалейкум баршаға. Осы ютубты қарап отқандар. Енді көбісі бізде қарап отқандар электрик деп ойлаймын енді. Жалпы. Жалпы. Мен өзім атым Мұрат. Жасым 26-та, Қарақалпақстан тумасы боламын. Сол Қарақалпақстанда туылып, өсіп, оқып, бітіріп, осы жақта жұмыс істеймін қазір уақытта. Мен ойнап өскен ортам, обычный семьядамыз, олай қарағанда. Енді қиыншылықтарды көріп өскен баламыз, енді былай айтқанда. Достарым да өзіме осаған, ортамда өзіме осаған бәрі. Араласатындарым өзімдей. Примерно да енді. Өзім мектеп бітіріп, колледжге оқуға түскем. Энергетика колледжі өзі сол Қарақалпақстан Республикасының ішіндегі Тақаташ қаласы деген қала бар. Сол жерде оқыдым, өстім, ойнап өскен жерім өзім. Сол жерде колледжге түсіп, 3 жыл оқып, 3 жыл оқуды бітіргеннен кейін 4 жыл жұмыс істедім электрик саласы бойынша. 4 жыл енді тәжірибе бар, 4 жылдық. Қазірде енді 2025 жыл Аян Мырзаның курсын оқып, умный дом деген оқып бітіріп, қазірде жұмыс алып, енді не десем болады. Жаңа өмірдің бір сатысы деп айтсақ болады. Сондай. Жақсы. Керемет. Енді бағана айтып отырмын ғой достар, көршілес мемлекет деп жаңадан бері жасырып отқанымыз сол, Қарақалпақстан мемлекеттен бізге осы Мұрат бауырымыз келіп, оқыған кезде мен таңғалғанмын, шыны керек. Біздің енді оның ішінде менің деп айтайық, осы бір жеке бренд шығар, личный брендтің де бір осы жерде көмегі деп айтсақ та болады. Осындай грань былай шекара асып, сырттан жігіттердің келіп оқығаны бізді көңіл қуантады. Енді Мұрат, былай ғой, алғаш жалпы Алматыға қай жасында келдің, қай кезде келдің деп отырсың? Алматыға тек мен 7-ші класс кездер келдім. Мектеп кезде келдің? Тек 3 ай каникулға келіп, қыдырып, келіп кететін едім. Енді біздің мынау Алматы дейікші, Алматыны өзім ерекше жақсы көремін, осында мен осы жақтамын, туып өстім. Қанша мемлекет шетел көріп жүрсек те, өзім Алматыма мынандай не дейді ғой. Осы жер біздің қазығымыз, осы жер отанымыз, кіндік қанымыз тамған жер, Алматы бір ерекше ыстық болып тұрады маған. Қанша жерге барсам да, елге барсам да, осы жерді аңсап, басында бір шетел күшті көрінгенмен, бірақ туған жерің есімнен кетпейді. Ол енді сол сияқты сен де осы алғаш Алматыға келген кезде жақсы мектеп кезделік, сол кезде бір қандай әсер алдың бір? Сол кездегі келген 7-ші сыныптағы келген Мұратпен қазірде келіп жүрсің Алматыға, бізге қонақ болып қазір келіп отырсың. Енді осы кездегі Алматыда бір өзгерістер деген сияқты бір не байқап жатсың, жалпы сол туралы айтсаң. Мектеп уақытына келіп, одан кейін арадан бір 10 жылдай өтті ғой. Сосын 2021-де келіп бастадым. Бұлай жеке өзім жұмыс істеп көрейін деп та.
жеке өзім келіп көріп енді қызық болған баста келгенімде, онша қазақшаны білмеймін, енді чисто өзім тілімде сөйлеймін. Баста келіп енді туысқандарым, өзімнің ағайын туысқандарым маған жұмыс тауып беріп жатыр, электрик. Енді ары қарай өзің сөйлесесің деді. Жарайды дедім, сөйлесіп. Енді онымен сөйлесіп жатырмын, енді сөздің ортасына келген кезде мен енді кішкене орысша араластырып көрейін, не болады екен деп. Енді жарайды деген сөздің орнына давай деп айтып көргенмін ғой. Давай дегенде өзі болды, жұмбақталған сөз екен ғой уже. Уже ана жоп ұстайды ғой. Ойландым, неге жоп ұстады ол дедім. Сосын қазір жүзуға айтамын. Мынау жоп ұстап берген келетін дедім. Неге жоп ұстады? Не дедің сен деді. Мен давай деп айтып қойдым. Болды өзі жоп. Өзі жоп. Не істеп сапсаң ғой заттар. Біздің сау болшы деген сияқты ма, біздің жігіттер батыстың? Жоқ, сау болшы деген емес. Болды, жарайды, мен түсіндім деген мағынан алып неп кетеді. Біз жақта давай дегеннен тағы ары қарай кете береді сөз деген. Сөйлесе береді да. Сосын сөйлесіп, жұмыс істеп, деген Алматыны білмеймін енді. Ол уақытта Алматы басқа болып кеткен ғой. ЖК-лар құрылып, былай адасып жүрмін бір қаласың. Автобустарды білмеймін, қай жаққа барады, не болады. Енді өзім мамамның туыстарының балаларыма көмектесіп жүрді, былай жұмысқа апарып әкеліп, осы жерде мынандай болады, картадағы 2 кесте көрсетіп, мынандай барасың, мынандай қайтасың, қандай автобустар барады. Мен көрсеттім маған. Оларға рахмет айтамын қазірде. Қазірге Алматы күшті қазір. Былай алғашқы мектеп кезі екенде кімдермен келдің? Ата-анаңмен бірге келдің? Ата-анаммен келіп, ата-анаммен жұмыс істейді. Қазір жұмысқа келесің? Қазір жұмысқа келемін. Жұмысқа келесің, объем аласың, жасайсың, қайтасың елге. Жақсы, керемет. Жалпы енді мысалға электрика саласын қазір енді осы салада жүрсің, негізгі ішкі бала кездегі арман кім болып еді, кім болғың келіп еді негізінде? Бір болады ғой бір іште. Әлде осы электрик болды армандадың ба деп? Жоқ, электрик емес, негізі спортқа қызық мен. Бала кезде баскетболист боламын деп ойлаймын да. Енді баламыз енді ол кезде білмеймін, киноның бәрі сондай болып кетті ғой. Телевизор көріп отырамыз, бәрі баскетбол туралы болады, қызығып отырамыз. Еще сол спортқа да қатынап жүрмін. Кейін өскеннен кейін оны қойып кеттік, басқа салаға кетіп қалдық былай. Негізі сол еді негізі бала кезде. Арманым да. Баскетболист болу, керемет. Бірақ сөйтіп енді Құдайдың қалауымен қазір электрикпін де. Жалпы жақсы. Енді бала кезде шынымен де мен де көп нәрсені армандағанмын. Бізде әкеміз, жаңағыдай ағаларымыз экономист, финансист боласың деп айтатын маған. Бізде енді біз 93-ші жылғымыз ғой, біз ағаларымыз кезінде мына банкирлар, экономисттер ол кезде қатты атақты болып тұрған, ол кезде мына АТФ банк, басқа банк деген сияқты Қазақстанда дүркіреп тұрған кездер болған. Соған қарап бізді экономист болуға тәрбиелейтін, соған бейімдейтін. Кейін мектепке де физматқа да сол үшін де түсіретін, негізі кейін экономист жасаймыз деп. Тоже ойламағанбыз ғой, өйстіп сала қарап отырсаң, қазір электрика саласындамыз, осы жерде барынша өміріміз қазір қызықты өтіп жатыр да. Білмеймін, өзімді офистің жұмысы ретінде тіпті елестете алмаймын қазір. Объектілерде жүріп білесің ғой, сол қызық па, сыртқы өмір сондай. Енді тағы бір мынандай келесі сұрағымызды, жалпы электрикадан жақсы осы салада жүрсің, қазір мен түсінген бойынша Алматыға келіп заказдар жасап жүрсің. Енді умный дом саласына қазір келіп отырсың да, енді осыған саған не себеп болды жалпы? Не түрткі болды сенің умный домды таңдауыңа? Негізгі умный домға түрткі болған, бастығы умный дом деп ойламадым. Бұдан 5 жыл бұрын телефонда бар еді ғой, почти умный дом деген. Алиса бар еді негізінде. Сол кездері бір көрсетеді мен. Заманның рауажлануы дей ма, не дейді? Сол кезде телефонда приложенияларда. Мен сөйлесем, мынау қазір звондайды деп айтады да, мысалы. Алиса, позвони де маму деп шықты ғой басты. Сол кезде қызығып жүреді қой, ол қалай болсын, сен айтқан қылады бұл, не істейді бұл. Сосын бұл сала кейін дамып, умный домға өтіп кетті ғой, қарап отырсақ. Мен сосын 21-де ресей беттерден көріп бастадым оны. Ютубтан, неден, бірақ баста сенген жоқпын, бұл монтаж ба, жоқтан. Қалай үйге кіргеннен кейін бұл сөйлесең, свет жанады. Тағы бірдеңе музыкалар айтады. Түсінбей жүрдім баста. Кейін енді жылдың өткен сайын енді умный домның өзім мойындап бастады. Жайыла бастады бұлай. Қарап кейін қызық бастадым болған. Бірақ өзім жасап көрген адам емеспін мысалға дейін. Кеше оқып бітіргеннен кейін көріп отырмын оны. Басында орыстардан көрген кезде бір монтаж деп ойладың ғой жалпы. Енді қазір монтаж көп еді ғой ол кезде, андай мынандай деп сендіреді деп.
жоқ ой бұл өтірік деп жүреді. Тек телефонға сенетім, жаңа Алиса мынандай позвони, анау мынау дегендерге. Иә. Менің мысалы сенің ең жақсы бір қалай айтқанда сыйлы көзқараспен қарайтынның бір себебі сол жаңа сен сыртқы мемлекеттен келіп отырып бізге осы умнойдомды үйренуге келгеніңе. Негізі шыны керек бізде көптеген жігіттер бізден сұрайды, осы өзіміздің тіпті қасымызда жүрсе де, бірге жүрсек те бізге үйретші деп айтуға қымсынады. Енді ол жерде оған қарағанда сен анау сонша мыңдаған километр сыртта тұрған басқа мемлекеттен келіп оқығаның бізді әлі күнге дейін таңғалдырады. И сол үшін де сені айтқанда өзіміз қатты жақсы көреміз да, біздің академияның түлегі деп. Енді жалпы енді жақсы жаңағы осы екі мемлекет аралық бір тақырыптарды бір аяқтай салсақ та, жалпы сенің ойыңша Қарақалпақстан мен Қазақстанды жалпы не байланыстырады? Мысалы мен байқағаным екеуміз сабақ барысында да мен сені шыны керек сол жақтың қазақ екен деп ойлаппын, мен өзіміздің бауыр деп ойлап. Кейін сөйлесем тілімізден бір қатты бір айырмашылық байқамадым. Мен сені былай айтқанда 99% түсінемін. Енді осы жерге келген кезде бір менталитет жағынан дейді ғой, бір өмір сүру салты жағынан, көзқарастар жағынан, бәлкім бір басқа да бір айырмашылық жағынан не байқадың жалпы? Енді біз сен жаққа мен қонаққа барып көрмегеннен кейін мен байқамағам да. Сондықтан сенің көзқарасында білгім келеді, осы екі елдің халықтың арасында қандай да бір айырмашылықтар байқадың ба? Иә, айырмашылықтар бар негізі. Киімімізде бар кішкене. Енді киім болған қандай? Ата-бабадағы киімдері бар ғой, мысалы шапандар киген. Бірақ киімдеріміз бірдей, бірақ нақыштар бар. Сіздерде нақыш басқа, біздегі нақыш басқаша. Өзгеше. Сосын сәл тілде бар акцент негізі. Бізде ме? Жоқ, бізде. Біз сөйлесек негізі сізде байқау керек еді негізі. Жоқ, что-то басқа жақта, батыс жақта ма деп сөйлейді. Жоқ, мен осы Алматыда туып өскем. Жоқ, мысалы мен сөйлесем батыс жақтан ба или Қызылорда ма деп сұрайды ғой. Содан байқайды да көбісі. Байқап қояды. Иә. Сосын дәстүрде бар кішкене. Енді қыз алып қашу да бізде де бар, сізде де бар. Негізгі қыз алып қашу деген негізі жоқ деп айтады, біреулер бар дейді. Мен білмеймін, мен тарихқа неден қалсақ сұрап барған ғой көбісі. Өзбекшеде соучылик дей ме, сондай ғой. Бізде енді қыз алып қашу болмаса көп адам үйленбей қалатын еді. Негізі бізде Қазақстанда жалпы Қарақалпақстанда халық саны қанша қазір? 2 миллион. 2 миллион, әлдеқайда, иә, біздің бір қаламен бірдей екен. Бізде енді 20 миллионға жетер-жетпес халқымыз бар. Оның өзі де негізі көп болар ма еді, бәлкім егер жаңағындай қыз алып қашуда бір жағынан кезінде жақсы болды, өйткені тез үйленді де жастар соның арқасында. Әйтпесе қазір қалың малы бар, басқасы бар, той жасау қымбат деген сияқты, сол себеппен де бәлкім бізде көп жастардың үйленбей жүруі мүмкін да, кешіктіріп бір-біріне сілтеп, жаңағындай сылтауратып деген сияқты. Әйтпесе біздің халықтың саны кезінде ол сол баяғыдағы тарихқа сүйенсек, сол кездері негізі 20 миллион болып тұрған ғой, жалпы. Иә. Сондықтан енді жақсы, біз енді тақырыбымыздан қатты алыстамайық. Енді бір келесі бір тағы да бір сұрағымды, умный домды жалпы енді сен алғаш клиент таптың ғой қазір, бір клиент жасап жатсың, мен білемін, сол туралы айтып берсең, сол проект қалай жасап жатсың, жалпы қалай табылды, ол жақтағы клиенттер ғой, біздің айтқанда клиент деп айтайықшы, заказчик қалай қабылдады осы сенің ұсынысыңды, оларға қымбат болмады ма? Мен соған білгім келеді. Өйткені біздің енді ақша жағында валюта мәселесіне келетін болсақ, біздің өзімізде клиенттер мына жақта умный домды қымбат деп айтып жатады. Бізге ол ең үйреншікті сөз қымбат деп есту. Қымбат десе, умный дом қымбат болу әлбетте ол заңды нәрсе, ол енді жаңа дүние, елдің комфортына жауап беретін болғандықтан, ол умный дом деген бір өзіңе қымбат футболка, қымбат киім, қымбат көлік алған сияқты, ол да бір дополнительный роскошты білдіреді да бізде. Пока что умный дом бүйтіп бір безопасностьқа, бір күнделікті бір болу міндетті заттардың қатарына әлі кірген жоқ. Ол пока что роскош болғандықтан ол қымбат болу, ол заңдылық. И сондықтан клиенттерден біз қымбат деген сөзді есту біз үшін өте нормальный нәрсе. Енді сенің көзқарасың бойынша валюта мәселесін есептеген кезде, ол сіздің ақшаларыңыз аударған кезде, ол әлде ол бірнеше есе қымбат. Иә, то есть бізге нормально деп жүрген қымбат, ол сендер үшін действительно қымбат болып тұрады. Сондықтан клиенттерің қалай қабылдады, ол сенің ұсынысыңды, алғашқы проектіңді қалай таптың, қымбат деген кезде не айттың, қалай көндіре алдың жалпы сол клиентті, сол туралы айтып жіберсең. Көндіру негізі қиын болмады ма? Қиын болмады. Не үшін қиын болмады деп ойлайсың? Негізі бастан аяқ айтып көрейін. Негізі бұл умный домды хозяинның өзі соны армандаған да. Бірақ өзі умный дом деп ойламаған өзі де. Қалай болған? Мысалы өзі үй бұзып үй салмай тұрып, өзі ниет жүрген ғой. Так мен үйге кірген кезде мынау үй мені добрый пожаловать не дейді, қош келдіңіз. Добро пожаловать деп. Қошылап солай қарсы алады. Мен үйіме сөйлесе аламын, сондай бұйырса сондай болады деп өзі ниеттеніп жүрген ғой.
сол ниеттердің өз хозяин өзі маған айтып берді оны да. Сосын үйін жасады, былай істеді, не істеді. Енді өзінің баласы Европада жұмыс жасайды, 6 ай сол жақта барып келеді. Сол кезде ол көреді ғой сол жақтағы нелерді, мысалы. Одан Ресей жақтарда істеп жүрді, электрик болып, өзі де баласы электрик. Сол ол умный домның только проводтарын тартып жүрген сол кезде. Тек жасалу несін не қылмағанда орыста көрсетпеген проекттің. Сосын ол да армандаған. Тура біздің үйде сондай. Бізде де сондай болады деп та, біздің үйде умный дом болады деп армандап. Сосын ол Европаға кетіп, енді адам іздейді. Умный дом жасайтын адам іздейді. Сосын табылмайды, ары-бері іздейді. Одан қыстың күні келеді. Қыстың күні мен де барам ауылға. 2024-те. Сосын ол шақырады 25-тің басында қыстың күні. Феврал, меніңше феврал шығар деп ойлаймын. Барып көрем, не істеу керек. Үйде монтаждау керек, сосын умный дом қылу керек деді. Мен бірінші рет естіптім ол кезде. Енді естіп жүрмін ғой, енді ол ауылдан бірінші рет естіптім да ол теманы. Сосын жарайды, істеп беремін, монтажын, бірақ умный доммен білмеймін ғой дедім. Енді қалай не істейін, ютубтан көре аламыз ба, не істей аламыз деп. Екеуміз ақылдасамыз көріп. Екеуміз істейік оны. Енді ақылдасып не істеп жатырмыз, бірақ ойланып тұрып, бірақ бұл материал қайдан аламыз? Сол қызық болды. Ол айтты, Ресей жақтан заказ береміз. Жарайды, Ресей жақтан заказ берейік. Программасын қолдаудың білмейміз, қалай жасалатынын білмейміз оны вообще. Жарайды деді, сонымен ол та Европаға кетіп қалып, сосын мен Қазақстанға кеттім. Так майда келдім ғой, апрель, майда келіп, сол жақта Алматыда кішкене жұмыстарым бар еді, жұмыс істеп жатқанымда сіздің рекламаңыз шығып қалды. Неден, таргеттен, инстаграмда. Сол кезде мен оқып алсам күшті болады негізі деп өзім ішінен ниеттеніп, үйдегілерге айтып, не істесем екен, оқысам екен деп. Иә, оқиын, көрсей деп. Сол сізге курсы жазылып, не істеп, оқып болғаннан кейін мен оған айттым, жаздым. Оқымай тұрып жаздым. Короче, сонда умный дом оқу жақпын, сен не істейсің, үйіңді умный дом істейміз бе, полный істейміз деп. Материал бәрі бар екен негізі. Ресейден қарағанда сәл арзанда болады бізге. Мен оған бәрін айттым, түсіндірдім. Енді ол ойланды. Бір апта, 2 апта ойланды. Үйдегілермен кеңес не қылып, ойласып көрді. Сосын мен оған арзан вариантын olsun, беспроводный. Арзан болады, 6 айға дейін сервис гарантиясы бар. Деп айтып түсіндірдім. Одан кейін проводныйдан түсіндірдім. Кейін екеуінің не разницасы бар деп сұрады. Разницасы парқы сетте деді. Мен айттым, сетте емес. Скоросында дедім да. Скоросында кішкене не береді. Беспроводный сәл кешеңгіреп барады дедім. Бірақ беспроводныйда сохранение болып қалады дедім. Интернет жасамай қалса, сохранение болып өзі-өзімен жұмыс жасай береді ғой. Солар түсіндіріп еткеннен кейін ол жарайды, онда мен проводный тартамын деді. Бір шешімге келіп, проводный тартамыз деді. Бірақ ол кезде сен білім оқып жатырмын бізде. Оқып жатырмын ғой. Ол ойланып жүр әлі. Бітірмеді, ойланып жүр әлі. Бітіргеннен соң бір аптадан кейін майдың соңында кеттім ауылға. Мұрат, бара бер сен, материалдардың бәрін ала бер, только монтажын жасап қоя бер деді. Кейін көре береміз деді, қалған жағын. Дұрыс, енді оған айтқан бағаларым қымбат болды, бірақ скидкасымен жасап беремін дедім. Енді сыртымыз Ташкенттен или бір Ресейден келіп басқа специалист істеп беретін болса, ода да 2 есе баға олар алады да. Енді сервис қызмет қылатын болса, бұзылып қалған жағдайда, енді Ресейден келіп жүрмейді, Ташкенттен келіп жүрмейді. Мен айттым, мен өзім үйіміз жақын ғой, біз ауылдас. Бұзылып қалдым, бара салып үйге салдым. Не болды деп. Ол рас, сервис мәселесі қазір негізі бірінші орында. Бізде осы умный дом бастайтын кезде мен Түркия елімен жұмыс істеймін деген ой болған. Түріктердің былай айтқанда умный дом Қазақстанға алып келіп енгіземін деген ой болған. Бірақ біріншіден бізде тілдік мәселемен екеуміз бір-бірімізді түсінбеді, кейін екіншіден баға мәселесі болды. Ол бізге қымбат болды. Тура сол бізге қымбат болды. Үшіншіден менде жаңағындай ой болды ғой. Мен жарайды, мен олардың қазір осындағы представителі боламын Қазақстанда, мен оларды жасап жатамын, бірақ жаңағындай бір
техникалық моменттер туында бір қиындықтар болып қалып жатса, мен оларға түннің жарымында звондай алмаймын. Мысалы бізде заказчиктер түнде звондауы мүмкін. Мысалы түнде мен Түркияға звондап моментте шеше алмаймын да. Сервис мәселесі өте маңызды болды да. Сондықтан олармен жұмыс істеуді доғарған себебім де сол болды. Андай көп мәселелер, сұрақтар ашық күйінде қалды. То есть қалай болады, сервис мәселесі қалай болады, кім жауапты болады. Егер ол біз шеше алмай жатсақ, сендер келесіңдер ма, келсеңдер кім төлейді жол ақысын деген сияқты көп мәселе шешілмегендіктен, сосын ойладық шетел аспай, ешқай немен жасамай қойық жаңағыдай. Ресеймен де жұмыс істейтін ой болған, Түркиямен жұмыс істейтін ой, Қытайға да барып келдім тіпті да. Сондай мәселелер туындаған. 8 тура сол мәселелерге сенің басынан өтіп жатыр да, қарап отырсам, бана не ғой, іштегі қорқыныш ол сендегі бар нәрсе, ол клиенттерде де сөйтіп ойлайды. Ертең мысалы Мұрат үйреніп келіп жасады, ертең істемей қалса не болады деген сияқты ойда. Енді сен Алматыға келіп жүргеннен кейін саған біз как жақын болып көрініп тұрмыз ғой, сен анау Россияға бір орысқа барып, содан ақыл сұрап отқаннан гөрі. Жақсы, оны түсіндім да. Енді мен бір кезекті сұрағымды, жалпы сабақ барысы саған қалай болды? Мысалы біз енді сабақта айтамыз ғой, 5 не түрлі үйретеміз деп, жаңа 5 модуль дейміз, 5 түрлі сабақ, 5 түрлі тармақ десек те болады. Солар саған қалай болды? Жалпы сабақ барысы жайлы кішкене айтсаң да, не түсінбей алдың, не саған кедергі болды, қиындық тудырған жерлері бар ма? Сосын не қолыңнан мүмкін оңай келді, қай жері түсінікті болды? Енді сабақта білесің, біз барымыз, қасымда Дәурен бар, менің досым, екеуміз партнеріміз, осы SmartLight компаниясының негізін қалаушыларымыз. Екеуміз саған кезектесіп өткеніміз бар, сондықтан қалай болды, екеуміз туралы кішкене айтып жіберсең, мен қалай, Дәурен қалай деген. Маған всегда қызық та, шәкірттерім не айтатыны, сондықтан өз ойыңды айтып жіберсең осы жерде. Иә, негізі мен электрик болмағанда, егер сол умный дом саласын үйренетін болсам, маған қиын болады еді. Үйреніп алу, түсіну, бұл өте қиын болады деді. Енді электрикпен қатты байланысты ғой ол. Сосын мен электрик болған соң ол маған оңай болды бәрі негізінде. Сәл ана жерінен маған қиындық туындырады енді программасы тұру. Проводной умный домның программасын жасау керек қой. Компьютерде сол жері маған сәл қиындық тудырады деп ойлаймын енді. Енді сол жерінен кішкене бар. Қалған мысалы беспроводныйда оңай, негізі жеңіл. Одан кейін замоктар, карнеде сәл енді адасатын бар. Вообще ең жеңілі сол сияқты. Жоқ, енді ана ашық шашқан кезде былай наоборот болып кетеді, не болып кетеді. Целый өзін несін алу керек қой, уровень. Мысалы тартылып қалмау керек, салбырауы кетпеу керек, честный. Не дейді? Ювелирный зергердің жұмысы сияқты ол жерде, қателікке жол жоқ та. Қателікке жол жоқ та ана жерде. Бір істесең дұрыс істеу керексің. Дұрыс істеу керек. Сол жерлер сәл маған қиындық. Лестница подсветка қою. Ол оңайлау. Ол жеңіл. Ол же халыққа былай айтқанда лестница подсветка деген бізде Қазақстанда тұрақты өмірімізге енген бағыттардың бірі да. Негізі біз содан бастадық өзіміз. Бұл лестница подсветканың былай айтқанда Қазақстанда өйстіп қазір хит болып кетуіне біздің тікелей қатысымыз бар негізі. Біз өзіміз кәсіп содан бастағанбыз. Қазір сен айтпақшы жаңағыда программалау барлығына қиын соғады. Өйткені не бұл жаңа дүние. Сіздер енді электриктер көбісі жаңағы инструментпен, немен проводканың распред коробка, жаңағы выключатель, проходной, перекрестный, мастер кнопка, выключатель деп алаңдап жүрген кезде қазір заман не болып кетті? IT заманы болып кетті да. То есть қазір программистердің заманы расымен де. Соның арқасында искусственный интеллект шығып жатыр, басқа шығып жатыр да. Енді дәл сол программирование қарап отырсам біздің уже электрикаға да келіп тұр да. Өйткені умный дом деген сондай бағыт. Бұл жерде 3 түрлі кәсіптің иесі болып шығасың деп айтамын ғой. Ол жаңағы электрика, ол автоматизация, былай айтқанда кішкене өзіңді программист сезінесің осы жерде, дұрыс па? Ноутбукты ашып, программа жазған кезде өзіңді бір ақ жейделі программист сияқты сезінесің да. Сондықтан мен айтатыным ғой, электрикада жүріп қалмай, шаң-шаң бағып жүрмей, кішкене бағалы деңгейге шығыңыздар деп айтатын себебіміз де сол да. Сондықтан әлбетте ол сен үшін жаңа дүние болғаннан кейін ол қиындық болатыны сөзсіз да. Дәурен аға қалай, Аян мырза қалай деген айтып кетейін. Айтып от, соны жауап берсеңші. Енді Аян мырза сізге енді сабақ барса өте күшті. Мотивация бергендей болып түсіндіресіз да ол жерде. Түсінікті турадан тура кіреді миға. Дәурен ағанікі болса, оныкі да күшті. Жаман демеймін, енді сәл қопал демесек. Қандай дейді? Қопалдау. Ол қалай болады? Ашушаң дейді. Ашушаң, ол енді технический, бізде Дәурен технический директор ғой, сөзге жоқ, істің адамы ол енді. Енді ашушаң болған енді не деймін, сабақ барса, бір қорқып қалса, сұрау қорқып қалады. Білмегенді сұрауға қорқасың ба?
тағы бақырам екен деп ойлап бізде қоясың. енді Дәурен былай ғой, технический директор болғаннан кейін оның қол астында монтажниктер жұмыс жасайды. Оның қас қабағына қарап жұмыс істейді біздің жігіттер. Сондықтан оған ондай болуы міндетті де, оның ондай болуы үшін. Жұмыс барысында мен тілге майда сөзге шешен болу себебі мен клиенттермен көп жұмыс жасаймын. Ол біздің жұмыскерлермен көп жұмыс жасайды. Біздің жұмыскерлерге бүйтіп майдалана беріп, әдемілеп сөйлей берген соң олар мойындарына міне беруі мүмкін, әлбетте, дұрыс па? Сонда Дәурен бізде компанияның технический жағын алғаннан кейін ол солай ұстайды өзін. Мен өзімді жеңілдеу ұстаймын, келісімге жақын болып тұрамын, өйткені мен клиенттермен жұмыс жасаймын. Клиенттерге жаңағыдай Дәуреннің мінезімен баратын болсақ, не істейміз? Клиенттерден айырылатын едік. Ал менің мінезіммен жұмыскерлер басқаратын болсақ, Дәурен сияқты мен жұмыскерлерден айырылатын едім. Бәрі мойнымнан мінгізіп алатын едім, мысалға да. Сондықтан екеуміздің де былай американский киноларды көрген болсаң, ана плохой коп, хороший коп деген болады. Біз екеуміз солай бөлісіп алғанбыз. Неге екеуміздің рөліміз де сондай. Сабақ берісу немізде, манерамыз де сол екеумізде де сондай да. Сондықтан мен осыны жиі сұраймын, сен негізі сұрап отқаным, сен бірінші адам емессің, біраз адамнан сұраймын ғой, қалай Дәурен қалай өтіп жатыр, сабақ десем, ол былай дейді. Ол да мен сұрайды екен, аян қалай өтіп жатыр деп, сол сияқты екеуміз бірімізге қызық напарник. Ол кезде Дәурен аға өткен кезде 4 сағат емес, бір 6 7 өтіп кетті ғой. Ол кезде де қиындық болды, енді сұрақ беріп келіп тұрады, былай қарасаң. Миге кірмеген кездеріне. Көп ақпарат, енді ақпаратты, бірақ ертесіне береміз соны, свежий кезде беріп аламыз. Дұрыс. Енді біздегі ниет жаңағыдай сіздерді барынша сұрақ туындамайтындай етіп үйретуді. Өйткені көп нәрсені ақпараттар қысып айтуымызға болады. Бірақ іште бір нелер қалып кететін еді, жаңағы сұрақтар қалып кетеді. Сондықтан біздегі не көп уақыт арнап кететініміз де сол кей кездері. Енді жақсы, сабақ барысындағы моменттерді түсіндік. Енді ұстаз ретінде енді саған былай как өзімізден шәкіртіміз деп қарап отырмыз ғой. Жалпы мына неден бөлек умный дом жарайды, ол понятно, бәрін түсіндіріп жатсың, айтып жатсың. Басқа да бір өмірлік дейікші, өзіңе бір үлгі өнеге бола алатындай бір нәрселер айтылды ма, елде сен өзіңе бір сондай түйдің ба, бәлкім біз байқамаған шығармыз, бір жағынан бір нет алдық па саған, бір шабыттандыр алдық па, сен жаңа айтып отырсың ғой, бір мотивация деп айтып отырсың да, то есть не мотивация болды, нақты не әсер етті, сабақтан бөлек па, бір өмірлік ұстанымдарымыз ба, жалпы сен может бізге қарап бірдеңе жасаған келді ма деген сияқты бір әсер ете алдық па, жалпы осы умный домнан бөлек, технический жақтан бөлек, өмірлік мысалға адам ретінде бір мотивация алғандай болдым кішкене. Одан кейін сіздің сөйлеуіңіз барысыңыз бар ғой, содан бір кішкене бір үлгі бар менде кішкене. Ұстаздан шәкіртке бірдеңе жұғады дейді ғой, кішкене сондай бір кішкене жұғып жатыр енді. Сөйлеу, жаңағы сөйлеу өнері. Қалай сөйлеу керек, клиенттермен не істеу керек. Сол жағы мысалы біз көшеде де клиент емес, достарымызға да сөйтіп сөйлеп қоямын мысалы. Сіз айтқандай болып не? Ақырында подходтарын көресің ғой. Деп қарап қойды. Дұрыс айтасыз. Енді андай ғой, 5 саусақ бірдей емес деген сөз бар да қазақта. Сосын клиенттеріміз әртүрлі. Барлық клиент сенің көңілінен шыға бермеуі мүмкін, сен оның көңілінен шыға бермеуі мүмкін. Сол себептен 5 түрлі адамға 5 түрлі подход болу керек та. Барлығына бір подходпен келетін болсаң, өкінішке орай сен 4-еуін жоғалтасың, 1-еуін табасың әрине, бірақ 4-еуін жоғалтасың да. Сол себептен бұл жерде сата алу, сөйлей алу, өзіңнің ойыңды жеткізе алу, қолыңдағы товарыңды, қызметіңді былай айтқанда дұрыс, оған түсінікті етіп түсіндіріп бере алудың өзі бір өнер. Сондықтан негізі расымен де мен көп айтамын. Қазір адамның мен бір ұстаным бар да, адамның айуаннан дейді ғой, бір басты айырмашылығы сөйлеу мен ойлау ғой, дұрыс па? Сондықтан осы екі берілген Құдайдың несін, дарынын былай айтқанда адамға бойына берген, соны қолдану керек деп ойлаймын да. Бәріміз ойлай аламыз, өкінішке орай, бірақ сөйлей алатындар аз да. Сондықтан сөйлеуге мен қатты мән беретінім де сол. Сондықтан мен осылай шәкірттерімді де шақырып жатырмын подкастқа, өйткені біздегі осы нені бастағы бір барьер дейді ғой, бір күрделі бір нені алып тастағым, шектеуді алып тастағым келеді шәкірттердің арасында. Өйткені біздің шәкірттеріміз не только умный домды меңгерген технический мықты маман, еще и сата алатын, өзінің жұмысын дәріптей алатын, көрсете алатын сондай бір ашық тұлға болса екен деп ойлаймын да. Сол себептен сіздерді осыны шақырамын. Бұл енді подкаст, мысалы сен айтып отырсың, жаңа басталмай жатып, бұл бірінші мен осы қонақ ретінде келіп отырмын дейсің да. Енді мысалы қонақ ретінде қалай екен қазір өзің айтшы, енді қалай бір болып жатыр ма, қысылып жатсың ба? Кішкене қобалжу деймін. Сондай бар менде. Байқап отырмын, сондықтан өзің осылай ашық не болсаң, мысалы открытый болсаң, мүмкіндіктерді адамға солай келеді. Сондықтан өзің барынша ашық. Негізі клиенттерге бұлай неде бір ашықпын негізі. Ашықсың. Бұлай түсіндіріп, бұлай арзан жерлер іздеп беру неге болады. Өзің көмекке жүгіріп тұрамын дейсің ғой. Өзім бірақ ана адамдармен сөйлесіп кірісіп кете аламын да бұлай. Енді жалпы мысалға бүгін енді осы умный домды үйреніп жатсың да. Умный дом мені қызықтырып отқаны соңғы кездері Өзбекстанға да негізі жалпы
жақсы еніп жатыр. Байқап жүрмін ғой, бізде енді конкурент компания деп айтсақ болады, партнер компаниялар деп айтайық. Иә. Кейбіреулері енді біз Smart Life компаниясы енді ол жаққа мысалы сен арқылы бір барғымыз келіп жатқан болса, ол басқа компания кіріп кеткенін көріп жатырмыз негізі. Біз де қызығамыз, қараймыз да. То есть мына ненің мода дейді, тренд деген мәселенің бүйтіп жоғарыдан төмен қарай түсіп келе жатқанын байқап жатырмыз да. Россияда пайда болды осыдан 7-8 жыл бұрын. Қазір Алматыда, жалпы Қазақстанда 5-6 жыл болып қалды, иә. Бізге де ерте бастаған компаниялар бар, орыстар мысалға бізде Алматыдағы. Уже міне байқап отырсың, Өзбекстанға кіріп отыр, 1-2 жыл болған шығар, ол жақта да бар уже. Сондықтан сіздерде жалпы қазір қалай болып жатыр? Енді өзің былай осы салаға келмес бұрын кішкене былай сараптап көрдің ба, басқа жерлер ашылып жатыр ма, жалпы сол туралы кішкене бір ақпараттар айтып жіберсең, өйткені сен алдында бір айтып қалдың, мен көріп қалдым, нетіп қалдым, сосын қандай ой келді енді оларға көрген кезде. Қарашы, сен мысалы үйрендің да келдің мысалға. И сен ойладың, как будто мен бірінші екенмін деп келдің да. А сен потом саған рекламалар шығып бастады, олар оказывается бар екен да уже. И сенде қандай сезім болды осы кезде? Енді мен оқымай тұрып, негізі вообще ізденгенде Ташкентте мысалы Өзбекстан жоқ деп ойладым мен. Жоқ деп ойладым. Жоқ, вообще жоқ, конкрет жоқ деп ойлап жүрдім ғой баста. Сосын оқып бітіріп болған соң мен осы жақта рекламаны түсіріп, ауылға барып таргетке салдым ғой. Таргетте менімен тағы 3-4 таргет шығады ғой, ана Ташкенттен бар ғой, конкурент бар ғой. Олар кейіннен орысша кетеді, өзбекше кетеді, менікі өзім тілімде кетеді, қарақалпақша кетеді. Енді ойланып тұрамын да, енді қайсымыздікі кішкене озар екен деп ойлап қойдым. Бірақ өзімнің ауылдастарым сол Қарақалпақстан ішіндегі аймақтардағылар маған хабарласып, жазып, офисың қайда, істеп жатсың ба, қаншаға бітеді деп сұрады. Таргет жібердің. Иә, Ташкенттен сұрады. Ташкентте Өзбекстанның адамдары, сол таза өзбектер, сол звондап, мен сумманы білмекші болған шығар деп ойлаймын енді. Сонда сумма болады, сонда деп жауап тастады, хабарласқан жоқ олар. Сосын сіз айтқандай не мысалы реклама кеткеннен кейін олар бар екен білгеннен кейін мен өзім кішкене қобалжыдым, андай не болды, не бұлар бар екен ғой деп, не мен оқыған кезде бұларам шықпаған жармасып деген дейді. Ондай менде де болған, осы 21 жылы лестница подсветкадан бастадым ғой. Сол кезде мен екем деп ойлаппын, Қазақстанға осы бірінші алып келіп жатқан. Екеумен Россиямен жұмыс істеп бастадым да, Россияның заттарын алып жүрдім да, сөйтсем тура сенің жағдайың сияқты. Сөйтсем менен ерте бастаған компаниялар бар екен да, 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын бастаған, сол кезде дәл сондай сезім болған менде де. Бірақ бұндай жағдайлар наоборот сені одан ары шабыттандыру керек та. То есть ол конкуренция дейді ғой, былай айтқанда. Конкуренция наоборот үздікті алдыға шығарады да. Кім үздік деген сұрақ туындайды осы кезде. Сондықтан сенің ана Қарақалпақстанға барып түнде маған ана конкуренттердің видеоларын жіберіп бастадың ғой, сол кезде ойладым, тура мен немді қазір күнімді кешіп жатыр бұл өйткені мен сен түсініп тұрдым да, не қандай оймен жіберіп жатқаныңды. Қорықпа дегенім ғой, жалпы қорықпа. Ол енді бәріне жетеді нарық, тем более сен өзің айтып отырсың, сенің артықшылығың сол Қарақалпақстанда өз еліңнің азаматтары қолдайтыны, ол сөзсіз. Ол көп жерде қарайды. Мысалы бізде де кейде таңдаулар тұрып қалады. Бізден заказ берейік па, басқа бір компания, кейде біз таңдап жатады, не үшін десең, өзімізде ақша қалсын деген сияқты әңгімелер айтады бізде. Рас, ол сөзін ашық. Ондай жігіттерге, клиенттерімізге де рахметімізді айтамыз да. Сондықтан енді бірақ енді оларға да сеніп отыруға болмайды. Не істейді? Заман реклама, маркетинг, жаңа өзің таргет жібердім деп жатсың. Таргет негізі қазір не дүркіреп тұр, уақытында қазір жүріп тұрған дүние. Соған қаражат салып, кішкене ары қарай дөңгелетіп жіберсең, негізі ол әлбетте. Сол таргет арқылы келдім сізге. Өзің де таргет арқылы келіп отырсың маған, қарап отырсың, сен Алматыға келген кезде мен рекламамды көріп қалып отырсың да. То есть таргет деген қазір сондай жақсы рекламаның түрі, точно адамдарға түсіріп алуға болады да, керекті. Енді мен біздің шәкірттерге де айтатыным сол ғой, жаңағыдай көбісі сұрайды, клиент қайдан табамыз деп. Клиентті тауып беру әрине менің тікелей міндетім емес, но бірақ біз қалай жасап жатырмыз, сол жолдарды айтамын да. Біз партнерлар тартамыз, таргет реклама жібереміз деген сияқты. Сондықтан біз айтқан элемент, біздің айтқан инструменттер жалпы қолданыпсың, мен соған риза болдым да. То есть ол да дұрыс. Енді ары қарай осыны тоқтатпау керек саған просто. Тоқтатпау керек. Түскен қаражатыңды барынша рекламаға көбірек жұмсасаң, сол негізі саған не береді. Былай айтқанда, еще умный дом бизнесінің бір жақсы білесің ба? Жалпы электриканың бизнесінің бір жақсы, барлық ақша клиенттің ақшасына жасалады ғой негізінде. Предоплатаға істеледі. Бұл жерде негізі өзіңде мысалға ойлаймын, электрикада ақша шығармайсың ғой, көп ақша заттарға. Бәрін клиент төлейді. Бізде де тура сонда умный домда да. Бір айтар клиент жақсы, үлкен бір жақсы объект алып алсаң, соның предоплатасымен ақ біраз дүниені шешіп тастауға болады. Офисіңде де ақшасын жаңа сен ойлап жүрген. Сен ойлап жүрген бағана басқа менеджерлер керек, бәрін сол ақшаға жасауға болады негізі. Не етсең, бір ақшаға жақсы болсаң, есеппен жетуге болады. Жақсы, енді менде мынандай бір тағы да сабақ болып кетіп жатыр ма, мына жер бірдеңе болып кетіп жатыр. Кішкене подкаст емес, саған ақыл айтып кетіп жатырмын ба? Просто андай ғой, не дейді ғой,
қызым саған айтамын келім сен тыңда деген сияқты әңгіме ғой бұл жерде ше. Енді саған айтып отырмын бізде басқа да адамдар қарайды да, сосын көкейлеріндегі сұраққа сен арқылы ответ алса екен деймін да. То есть мен саған айтқан нәрсем негізі оларға да мүмкін. Мен мысалы ойлап отырамын ғой, анау сұрақтарын мен сол сұрақтарды қойсам ба деп, сол сұрақтар жауаптарын алып отырады ғой. Иә, сол да, өйткені бір адам сұрай алады, біреу сұрай алмайды. Бізде мастер-классқа шақырамыз, анда келмейтін жігіттер де бар. Мүмкін ол бір ұялатын шығар, ортада отыруға деген сияқты. Мүмкін осы видео арқылы тыңдап кішкене ой түйетін шығар дегеніміз ғой. Өйткені қысынады деп ойлаймын. қысылады, мүмкін, ол да мүмкін. Енді жақсы, Мұрат, енді көптеген сұрақтардың басын шалып, былай талқылап, болмаса арасында даже тіпті былай ақыл айтып, совет айтып үлгеріп жатырмыз ғой. Енді сенің Алла қаласа енді қазір 26-дамын деп отырсың, иә? Жалпы енді бір 5 жыл деп есептегеннің өзінде сен менің жасыма келеді екенсің, Құдай қаласа, иә? 31-32 қаласың. Жалпы 5 жылдық жоспар дейді ғой, бар ма? Мақсат. Жалпы сен өзің күнделікті сенің оянуыңа дейді ғой, айтады ғой, не түрткі болып отыр мысалға, иә, бір не нәрсе сені қатты мотивация етеді саған. Түсінікті, бұл электрика ма, әлде бір сені заказчиктердің заказы күтіп тұр деген оймен оянасың ба деген сияқты да. То есть ол нәрсенің бәрін алып тастаған кезде мысалы сен жалпы алдағы 5 жылға өзің жоспарың қандай, сол туралы бір айта кетсең. Сенің жоспарыңмен біз әрине басқаларға да мүмкін ол жақсы мотивация беруі мүмкін да, соны айтып жіберсең. 5 жылға алдым ғой, иә. Бұл жоспарым енді. Мен қазір сөзің аузында, иә, мен мысалы былай ойлайтын. Қазақта бір сөз бар, 30-да орда бұзбасаң дейді, 40-та қамал алмайсың деген бізде бір сөз бар. Бірақ оны Абай Құнанбаев айтады, 30-да орда бұзбасаң 40-та қамал алмайсың деген қазақтың ең жаман мақалы дейді. Өйткені ол адамның былай айтқанда ішкі несін шектейді дейді да, андай өзінің возможностьтарын шектейді. Бізде андай ой қалыптасып қалуы мүмкін дейді. 30-ға дейін жете алмасам ештеңеге, одан кейін мен ештеңеге достойны емеспін деген сияқты адам қалыптасып қалады дейді, ол кісінің айтуына қарағанда. Ал мысалға дейді, мысалға KFC-дің бастығы, мысалы білесің, оны ойлап тапқан адамның өзі мысалы кезінде военный болған, бірақ шал болған кезінде атақты болып кеткен. Ол айтады да, андай жаста тұрған ештеңе жоқ дейді, бірақ адам жетістікке кез келген уақытта жетуге оған мүмкіндігі бар дейді. Сол сияқты да, енді мен бірақ дегенмен де мен бана мақал маған қатты неткен әсер етіп, мысалы 30-да орда бұзбасаң деген ой менде қатты жүретін да, менде ой болатын 30-ға дейін мен бірдеңеге өзімнің жекемнен болу керек, бірдеңе жасауым керек деп мен өзімді сөйтіп қамшылайтынмын да. И Аллаға шүкір, сол 25-те бастық болдық, не болдық, сөйтіп 21-ші жылдары мен ол кезде жасым 28 сол жастарда мен осы компанияның негізін қалаған едім да. И сол кезде менде деген бір не болды да, бір іштей орындадым деген сияқты да. Сол сияқты да сенде де енді осы алдағы 30 жасқа дейін, 30 жастағы Мұратқа қазір не өзіңе план қойып отырсың? Енді барлық қазір не үйреніп жатырмын, солардың бәрін меңгеріп, алдағы уақытта соны мақсатқа жету үшін ғой бәрі. Мақсатқа жету үшін сол ойлағанларым сол сіз секілді елде бір бастық болу ма, или мұғалім болып қалуым мүмкін, біреулерге бірдеңе үйретуім керек бәрі. Пайдалы бірдеңе үйретіп, жастарға бұл мүмкін ізімнен өсіп келе жатқанларға үлгі дейді ғой. Сондай болғым келеді негізі. Үлгі бола алу. Үлгі бола алатындай, мысалы айтып жүре алатындай, осындай үйрендім, осындай болып кеттім деген дейді. Енді умнидом емес, басқа сала болуы мүмкін, умнидомның басқа түрлері ашылуы мүмкін. Менің ойымша, мысалы 5 жыл бұрын бізге қайтатын болсақ, ол кезде умнидом жоқ еді, электричество бар еді. Енді 5 жыл бұрын мына жаққа келсе, қазір мен умнидомны үйреніп жатырмын, қазір үйреніп жұмыс жасап кеткен. Енді одан тағы 5 жыл аттайтын болсақ, енді білмеймін не болады. Бәлкім мен қазір үйреніп, білімнен бәрін үйреніп, біреуге үйрететін шығармын. Енді бастық болады шығармын, біреуге үйрететін шығармын деп ойлаймын өзім. Ұстаз болу, жалпы шәкірт даярлау, өзінің бар білгеніңді біреуге үйретіп кету деген сияқты сондай ой, иә. Жақсы, керемет. Енді ол да бір мақсат, расымен де ол да жақсы нәрсе, енді анда пайдалы нәрсе дейді ғой. Осы тұста бір о нәрсені айтқым келеді. Жаңағындай менде де бір қызық оқиға болған. Үлкен ағамызбен осындай сұхбат барысында екеуміз ол кезде бір былай неде емес, студияда емес, көшеде сөйлескенбіз да. Ол кісі тура осы сұрақты маған қойды да, жалпы мақсатың не дейді маған. Адамның мақсаттың әртүрлі болады, бірақ ұлы мақсат деген болады. Сенің ұлы мақсатың қандай? То есть ең бір самый великий цель деп айтады да, то есть ұлы мақсат жалпы. Ойлан көрмеді, да. То есть менің кеңесім жалпы осы туралы ойланған дұрыс. Өйткені соның айналасында қалған мақсаттар құралады негізінде. То есть соның айналасы. Менің мысалға бұрынғы великий цель дейді ғой, жаңа ұлы мақсатым осы сұрақты маған қойған кезде менде былай болатын. Мен мақсаттарымды дәптерге жазып жүретін. Күнделікті дәптерге тұрып жазып, мен ана баяғыда бір техникалар қолданып таңертең тұрып жазып сөйтіп жүретінмін да. И мен бірінші жазатыным всегда тарихта атым қалғанын қалайтынмын. Сен де айтып қалдың жаңа, сондай нәрсе сенде де бар да, то есть атыңның шыққанын қалайтынмын мен.
атым шыққанын қалап, тарихта атым қалса деп ойлайтын. Жақсы жағынан. Иә, жақсы жағынан бар әрине, иә. Қазақта сөз бар, атың шықпаса жер өрте дейді. Әйтпесе жаман жағынан шыға салу ол 5 минутта ғой, қазір атын шығара салуға болады. Бірақ жақсы жағынан қалағанды қалайтын. Содан жаңа ағамызбен сөйлесіп келіп, ол кісі осы сұрақ қойды, мен тура солай жауап бердім жаңа. Тарихта атым қалғанын қалаймын деп. Кейін бірнеше бір нелерді келтіріп, хадистерден келтіріп, ол кісі маған бір үлкен бір жақсы нәрсені айтты да. То есть енді подкастта мен айта берейін ойымды. Мүмкін саған да әсер етіп қалар деген ойым ғой. Былай болды. Пайғамбарымыз айтқан дейді, саллаллаху алейхи вассалам, былай дейді, 3 адам тозақтық деп айтты дейді. Біріншісі жаңағыдай дін қызметкері, жаңа имам, екіншісі ұстаз, ғалым, үшіншісі батыр деп айтты дейді. Қарап отырсаң, не жаманшылық жасайды ол кісілер қарап отырсаң, бұл не үшін тозақтық деп айтады. Сөйтсе, егер ғалым дейді да, бір нәрсені ашады ғой, ғалымдар бір нәрсе жаңалық жасайды, бір нәрсені әйтеуір ғалымдық бір ғылыми дәреже, бір адамзатқа пайдалы нәрсені ойлап табады дейді. Егер ол ойлап тапқан кезде дейді, оның ниеті жаңағыдай мен сияқты тарихта қалу, ойбай мынау ашыпты деген ниетпен ашқан болса, ол не деп жаңа тозақтық деп айтты дейді. Үшінші дәл солай батыр деп айтты дейді. Батыр да сондай жаңағыдай бір елім, мен атам, ата-бабам, ұрпағым кейін мақтансын, атам осындай жерді қорғаған деген ниетпен соғысқан болса, или сөйтіп өлген болса, ол да тозақтық деп айтты дейді. Енді маған айтты да, сөйтіп ағам тұр. Енді сен қайда баратқаныңды ойла дейді ғой маған. Сенің де ниетің сол ғой дейді, атым қалсын деген дейді. Маған қатты удары болды ана оқиға. Ана сөз айтқан нәрселер, ғой, сен қайда баратсың деген кезде. Мен ана жерде кейін жазбайтын болдым тіпті. Бағанағыдай мақсатым мынау деп ше. Бірден өзгердім. Қазір қарап отырсам, мысалы біз енді қазақта Абай Құнанбаев деген біздің данышпанымыз бар, мысалы. Ол кісілерді қазір өмірлерін қарап зерттеп отырсаң, шынымен де олар тарихта қалуды армандамаған, халықтың өзі-ақ көтеріп алғанда, өйткені олардың ниеті шынымен де халыққа пайдалы болу еді. Сондықтан сен де жаңа ұстаз боламын деп отырсың ғой. Шын ниет жаңағыдай мен Мұрат болмаса Аян сөйтіп жатыр екен деген ниетті алып тастасақ, Құдай қаласа, негізі ойлаймын халықтың өзі-ақ біздің еңбегімізді болашақта бағалайды деп ойлаймын да. Қазір умный дом болсын, басқасы болсын, әйтеуір мен жеке миссиям ретінде қабылдап жасап жүрміз ғой, осыны саланы дамытамыз деп. Дәл сол сияқты егер сен де осы саланы Қарақалпақстанда былай айтқанда дамытып, аяғынан нық тұрғызып, сондай мақсат алсаң деп ойлаймыз да. Өйткені бұл шынымен де бір болашағы бар кәсіп. Электриканы енді мен айта алмаймын, енді ондай қатты не деп. Енді ол кезінде Совет үкіметінен кезден бері келе жатқан қалыптасып қалған дүние. Онымен қазір бір нәрсемен ерекшеленудің өзі екі талай да. Сондықтан умный дом саған как раз сенің жасыңа, сенің қазіргі мүмкіндіктеріңе сәйкес. Сондықтан өзіңе тағы да бір мотивация болсын, сенімділік болсын деп айтып отырмын осының барлығын. Осы саланы сол жақта дамытсаң екен деймін да. Сол жақта жүргізіп, осы Қарақалпақстанда смартлайттың бір несі адамы бар, ол тіпті сен бізден озып кетсең біз қуанатын едік та, өйткені ұстаздан шәкірт озар дейді. Сен біз шәкіртіміз озып кетіп осы саланы ары қарай дамытып кетсең, мен ойлаймын өзіміздің жаңағы біздің өмірлік менің осы өмірдегі бір миссиям орындалды деп санайтын едім да. Сондықтан саған бүгін біздің подкастымыздың қонағы болып келгеніңе рахметімді айтамын. Тілегімді айтып отырмын жаңадан бері. Сондықтан көп рахмет. Сол жақтағы елдің, Қарақалпақстан болсын, мейлі Қазақстан болсын, жалпы адамзаттың өмірін жеңілдететін қазіргі ақылды үй расымен де, бұл енді біз күтпесек те, біз оқымасақ та, біз дамытпасақ та, адам соған қазір тез бейімделіп жатыр. Сондықтан осы комфортты Қарақалпақстанға жайлылық сыйлап, бұл жаққа қауіпсіздік сыйлайтын, олар үшін бір әдемілік сыйлайтын жандардың бірі бол. Сондықтан келгеннен көп рахмет. Уақытыңды арнап, сол жақтан шетел асып келіп, біздің тағы да шәкірттерімізге келіп, кешеде өзіңнің меңді жылы лебізіңді айтып жатсың, саған көп алғысымызды білдіреміз. Ал достар, осымен біздің қысқаша былай айтқанда интервью форматындағы подкастымыз аяқталуға аз қалды. Сіздердің қолдауларыңызды күтеміз. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бізде біздің шәкірттерімізді өте қарапайым жандар, бәріміз жаңағы Мұрат айтпақшы қарапайым отбасыда, былай айтқанда рошке жеп, вермишель жеп өскен жігіттеріміз. Бірақ не айтсақ болады, біз осы саланың, әр саланың өзінің бір майталманы дейді, сол сияқты болып, осы саланы дамытып, өзіміздің үлесімізді қоссақ, елдің экономикасын көтерсек, халықтың жағдайын түзесек деген бәрімізде ниет бар. Сондықтан сіздердің де қолдауларыңызды күтеміз. Осы видеоларда таныстарыңызға, электрик бауырларыңызға, тіпті электрик болмаса да, осындай бір мотивация естігісі келіп жүрген жігіттер болуы мүмкін, араларыңызда соларға жіберіңіздер. Жастарға үлгі бола алсақ, жаңа Мұрат айтпақшы, біреуге үлгі бола алсақ, біз үшін ол үлкен қуаныш. Сондықтан сіздерден осындай қолдау күтеміз. Бәріңізге рахмет. Келесі подкастымызда жүздескенше.